Осы ситуация туралы бір ауыз сөз айтып қалсам бола ма екен деп халықтан сұрағым келеді. Қазір халық бәрімізді қырып жойып, қаққанда қанымызды соққанда сөліміз шығарып жатыр. Блогерлардың біріншіден қайғыларына ортақпын. Алла сабыр берсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Одан кейін айтам. Бұл ситуация басталған бетте мен сторисқа салғам негізінде ең басында. Одан кейін жағымсыз кейіпкерлердің де фотолар шыққанда өз сторисыма салғам. Сондықтан да осы жол салуға да қорқып тұрдым ғой. Салсам да қазір бәле қалам ба деп. Содан салмасам да, салсам да бәле қалып тұрмын да. Содан ай жұлдыз қош тасташ. Мен енді халыққа қарсы шыға алмайсың. Халық бізді көтереді, түсіреді. Ол көтке кірудің мәселесі емес, бірақ сөздің шыны керек. Андай үш алған оқушы ұқсап басымды сүмірейтіп бұрышта тұрғаным бар. Енді менің тұрақты оқырмандарым бәрі біледі. Кәдімгі сүйіп сағына қарайтындар. Мен елде бір тыныш емес жағдай болып қалса, нонсенс болса, бірден көмектесіп барынша қол ұшын созатын адаммын. Өйткені бұл Құдайдың берген маған бағы. Сондықтан да қолымнан келген бәрін істеймін. Бірақ та кейбір моментте осылай бір көпке топырақ шашып жүргенде ішіне ілініп кететініміз бар. Оған да ренжімеймін. Енді біздің жұмысымыздың бір үлкен минустары ғой. Бәрі ойлайды, ойбай, блогерлар дым істемейді, рахат бұлардың өмірі деп. Бірақ та осындай моментте жеп қалатынымыз бар. Бірақ та мен андай су тасқыны болғанда өзі бар ғой, көмектестім, бірақ мен сторис түсірмедім да мен. Себебі мен халықтың арқасында ақша жасап жүрген адаммын да, сол ақшаны халыққа құртқанымды мақтаныш көретіндей қылмадым. Қаншама рет балалар үйіне барған кезде, қарттар үйіне барған кезде тоже қой таста дедім. Алла көріп тұр, болды деп қоя салған адаммын. Мен енді бір андай бір суайттың рөлін ойнағым келіп тұрған жоқ, бірақ та айта кетейін. Қазақта айтады ғой, не дегенмен еккемен басын ұстаған суға кетер деп, бірақ та су ішкен құдығыңа түкірме дейді да. Осы блогерлыққа келген бетте бірінші халық қолдады, одан кейін барып не дегенмен сахнаға келгенде камераның артында болғанда блогерлар болған. Сол кезде шара мені бөлмей, жармай, бетімнен қақпай, белімнен буған блогерлар, менің достарым, бірге енді бір сферада жүрік, бір қазанда қайнатылып жатыр. Сондықтан да сіздер де олардың жағасынан алмаңыздар, түсіністікпен қараңыздар. Себебі бізде біреуге бағынатын адамдармыз, біздің де отбасымыз бар, бізде қорқамыз. Сондықтан да бір таяқтың ұшын жегізіп жатсыздар енді барынша. Ол да бар енді, жоқ демеймін, бірақ та түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. Бізде осы жұмысты істеп оңай емес, жүрген жайымыз бар. Мен енді бір аргумент айтайыншы сіздерге. Анау тілмен жағына сүйеніп қалған ерке қыз деп қабылдасаңыздар болып жетеді. Сол қазір бәрі тиісіп жатыр да, ой, блогер сымақтар, бұлар жатып алып үйлерінде ауадан ақша жасайтын адамдар деп. Бір секретті бөлсеге дейін. Негізі блогерлықтың ешқандай оқуы жоқ. Ешқандай бір университетке тест тапсырып нағымайсың. Диплом да қажет емес. Телефоның бар болса болды, түсіре бер, блогер боласың. Сонда ғана сіздер бізді түсінетін сияқтысыздар. Себебі блогер болу оңай емес. Қаншама адамның сөзін көтеріп, саусақ шошайтып отқан кезде ауыздан бір кетіп қалсаң кәдімгідей желкеңнен бүйтіп түсіретін халық бар да. Сондықтан да оңай жұмыс емес. Көріңіздер. Қосылыңыздар, сосын барып бірге талқылайтын боламыз бұл жұмысты. Мен кішкене инстаграмнан шығып кеттім, потому что қонақ шақырам дедім ғой. Менің андай инстаграмный емес достарым шақырдым. Бұлардың андай түрлері келмейді камераға. Уже Хамза шашын бейт бұрып атыр ғой. Үйге почтын шығарып атыр. Мен сол тез-тез жанталасып, етімді салдым, тұздығым дайын, наным дайындап қойдым. Кім молодец, мен молодец. Кеше сторис салған жоғым, ақшамды ұрлап кетті. Шымкент обижаешь деп, ойбай, дайректің барлығы жарылып қалды. Себебі менің аудиториям жартысы Шымкент. Мен сіздерді жақсы көремін, ешкімге тіл тигізіп, ойбай, менің елім, ол менің төркіндерім ол жақта. Үлкен биік тәте ағаларым бар менің ол жақта. Өзімде андай бір түрлі оқып қалдым да, өйткені менің ортамда ондай зат жоқ мүлдем. Қолының сұғанағы бар, андай кішкене қисықтау сөйлейтін, қисықтау жүретін адамдар жоқ та. Содан мен де бір таңғалып қалдым. Мен о жерде 100 000 теңгем бер, қайтар деп ондай ақшаның әңгімесін тіреп тұрған жоғым. Менің арамда ақша тұрмасын Шымкенттің арасында. Бірақ та сыйластық, көңіл қалу деген зат бар да. Соған ойбай,
камераның бәрін көтеріп таптық адамды енді